2012 жылы жас ұлан балалар мен жасөспірімдер орталығында Феникс керамика үйірмесі өз жұмысын бастаған еді. Атаулы үйірмеміздің жетекшісі Латыпов Эдуард Салаватович Арқалық қаласына ғана емес, бүкіл Қазақстан еліне танымал үйірмемізге 6 жастан бастап 17 жасқа дейін қатыса алады. Және де үйірме тегін. Жыл сайын үндестік аясы жобасында тәрбиеленушілер өз ата-аналарымен келіп қатысу мүмкіндігі бар. Ең қызығы, бұл саз өзіміздің арқалықта өндірілгендігі. Өз қаламыздың осындай байлығын құр қалдырмай жұмыс жасаудамыз. Онымен қоса, үйірме жетекшісі өзі арнайы барып жердің астынан қазып алады екен. Жалпы 2023 жылғы бюджет бойынша осы үйірмемізге біраз керек құрал жабдықтармен қамтыды. Білесіздер ме, мен үйірме есігін ашқан кезде мені таң қалдырғаны көптеген әдемі қыш құмыраларды үйірменің тәрбиеленушілері өз қолдарымен жасағаны болды. Өзімнің өткен практикалық жұмысым бойынша айтатын болсам, маған бұл керамика өнері таныс болмағаннан кейін өзіндік қиыншылықтары болды. Мысалы, басында маған сазбен жұмыс жасау қиындық тудырды. Сазбен жұмыс жасау барысында ерекше қызығушылық тудырды. Және де Эдуард Салаватовичтің көмегімен мен осындай керемет туынды жасадым. Феникс керамика үйірмесінің тәрбиеленушісі Издыбаева Аделя облыстан және республикадан бірнеше жүлделі орындарға ие болған.